Рахманир-рахим. Біз алдыңғы дәрісті неге түсірдік қой? Сонда уәжіптің анықтамасын айттық, мұстахилдікін айттық. Мұнда нені айтпаған сияқтымыз, жәйіз деген, соны бір айтып жіберейік. Жәйіздің анықтамасы қандай еді? Ақыл оның бар болуында, жоқ болуында суреттей алады. Оны дәптер жазып алып бердіңіздер. Ақыл оның бар болуында, жоқ болуында суреттей алады. Мен мысалға, ақыл оның бар болуын суреттей алады дегендегісі, мен 88, 89, 90-да жоқ болдым, жоқ деген нәрсе озып келді, 91-де дүниеге келдім ба, ақыл оның бар болуын суреттей алады деген сөз. Түсінікті ма? Жоқ болып тұрып, бар болдым ба, ақыл оны суреттей алады. Енді бар болып тұрып, белгілі дәм тұзым таусылған уақытта мен жоқ болам ба, өлем ба, менің бар болып тұр жоқ болуымды ақыл не істей алады? Суреттей алады. Ал уәжіп дегеніміз, ақыл оның жоқ болып кетуін суреттей алмайды. Мысалы, бар болып тұрып, ол қалай ол жоқ болып кетеді ол? Түсінікті ма? Міндет болған нәрсе ақыл айтып жоқ болып кетпеу керек дейді ол. Міндетті болған нәрсе. Ал мүмкін нәрсе жоқ болып кетеді. Мен мүмкін нәрсемін ғой. Мен жоқ болып кетемін, мен бар болып тұрып. Ал енді Алла тағаланы бар болу міндетті болса дейді, ақыл айтады. Онда ол қалай бар болып тұрған нәрсе жоқ болып кетеді дейді, ол. Міндетті болса жоқ болмау керек ол. Тұра беру керек дейді, солай. Ал енді және мұстахил дегеніміз жоқ болып тұрып, бар болуын ақыл оны суреттей алмайды. Ол Құдай міндетті болған нәрсе, оның алдында ол жоқ болып тұрып, ол қалай бар болады дейді. Ол нәрсе абсурд деп айтады, мүмкін емес деп айтады. Түсінікті ма? Сол. Так, соны айттық. Енді имам Тахауидің мында айтқан жоқ, жаңа сіздерге айттым ғой. Имам Тахауидің инналлах уахидун деп бастап кете беруі, Алла бар деп бастамауы, ол кісінің заманында Алланы жоққа шығарушы атеистер, құдайсыздар, ақылиен дейді, ақылдылар арнайы ресми түрде мектеп болып қалыптаспаған ол уақытта. Енді бірең сараң жүрген ішінде ол кісі туралы не айтасыз деген кезде, Құдай жоққа шығарушылар туралы, сонда имам Тахауи не деп айтты? Олармен дауласудың ешқандай пайдасы жоқ деп айтқан, бұл кісі айтқан. Қалайша ол Алла тағала Құдай оған ақыл берген болса, қалайша ол Құдай жоққа шығарады дейді имам Тахауи айтады. Яғни ол кісінің заманда арнайы ресми топ болып қалыптаспаған құдайсыздар, былайша айтқанда, көрдіңіз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам исламды жайды, сахабалар жайды, енді кеңіне етек алды ғой ислам, дұрыс па? Табиғиндер келді. Сондай тұрған уақытта ол қалай ол құдайсыздар болады ол уақытта, байқап отырсыздар ма? Ресми қалай топ болып болады? Өйткені ислам кең етек жайып жатқан болса, мысалы, дұрыс па? Бірақ бірең сараң болды, бірақ имам Тахауидің жауабы сондай болған. Олармен дауласудың ешқандай пайдасы жоқ деген. Арнайы ресми мектеп болған жоқ. Мысалға не сияқты ғой? Муътазила. Арнайы ресми мектеп болды ма? Болды. Мысалға Қадария, Жабрия. Мысалы, адам робот сияқты, адамды ерік қалау жоқ дегенде топ болды ма? Ресми болды. Мысалы, сол сияқты, мысалы, философтар, мысалы, арнайы не болмаған. Енді мен осы мектептері бұл имам Тахауи заманда болды деп жатқан жоқпын. Ресми топ ретінде түсіндіріп жатқанмын ғой, жаңағындай, түсінікті ма? Ресми топ ретінде құдайсыздар, яғни Алланы жоққа, Құдай жоққа шығаратында ресми болмаған. Сондықтан ол кісі жауап бермеген, бірден Алла жалғыз деп не істеген, бастап кете берген. Өзін жеткілікті санаған. Бірінші себеп сол. Екінші себеп, бұл кісінің Алла жалғыз деп бастап кету екінші себеп, өйткені сахабалар, табиғиндер, имам Тахауидің өзі табиғинге жатады ғой. Осы сәләф ғасырындағы ғалымдар, осы сахабалар, табиғиндер, табиғиндер ұстанымы қандай болған, сенімдері, бұлар былай деп айтқан, ғалымдарымыз айтады. Мәтә ғабаллаху хатта настадилля аля вуджудихи. Алла тағаланың бар екендігін дәлелдеу үшін Алла тағала қай уақытта жоқ болып кетті дейді. Жоқ болып кеткен уақыты бар ма дейді Алла тағаланың. Алла бар болып тұрып, жоқ болып кетсе екен дейді, онда дәлел сұрайтындай дейді бар болуына.
Сондықтан сахабалар, табиғиндер осындай сенімде болған екен. Сондықтан имам Тахауиде табиғин жатқаннан кейін бұл кісі осы сенімді ұстанған екен да. Қашан Алла жоқ болды дейді да. Екінші себеп осы. Енді инналлаху уахидун ла шарика лаху деп бастады. Расында Алла жалғыз деп айтты. Енді Алла жалғыз дегенде Алла не нәрседе жалғыз? Өсеке? Алла жалғыз деген кезде Алла затында жалғыз. Қараңыздар, мынаны жазып алсаңыздар болады. Құранда да келеді ол. Мысалға, ахад деген сөз бар. Қазір мынаны жазбайды. Ахаду дейді сөзді естіп жүрміз, иә? Ахадун, иә? Ахадун деген не? Жалғыз. Бұл сипатқа қолданады. Мысалға, Ықылас сүресіне келеді. Қул хуаллаху ахад. Уахид деп айта ма? Қул хуаллаху уахид деп келе ма? Жоқ, ахад деп келеді. Бұл жерде неден білеміз? Алла Тағала айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уа Мұхаммед саллаллаху алейхи сен оларға айт, Алла сипатында жалғыз дейді. Ахад деген сипатына қатысты ол. Алла сипатында жалғыз. Алланың сипатында серік қосуға болмайды. А енді уахид деп келетін болса, ахад деген сөз Құранда келді ма? Ахад келді ғой. Ахад деп келсе нені түсінеміз? Затында емес, сипатында жалғыз екендігін түсінеміз Алланың. Мына жазып қойсаңыз болады, ахад деген Алланың сипатында жалғыз болуы. Уахидун деп келеді Құранда мысалға. Уахидун деген не? Бұл санға қатысты. Санға қатысты бір екі деген. Алла Тағала затында болмысында жалғыз деген мағына. Жазып қойыңыздар. Уахид дегеніміз ол Алла Тағаланың затында жалғыз болуы. Яғни Алла затында жалғыз болған болса, екінші құдай жоқ деген сөз. Екінші құдайды қабылдамайды Алла Тағала. Уахидун деген Алла Тағала затында жалғыз. Яғни бұл санға қатысты. Санға қатысты, түсінді ме? Бұған мынаған Құранның Ықылас сүресін айттық. Бұған дәлел Құранда келеді. Стаиз билла ва хуаллаху ал-вахиду ал-қахару дейді. Ол Алла ал-вахид, санында жалғыз, яғни болмысында жалғыз. Алланың қасында екінші, үшінші құдай жоқ дейді да, былайша айтқанда. Түсінді ме? Алла Тағала өзі айтады, мен жалғызбын дейді затымда. Менің қасымда басқа 2, 3, 4 құдай дейтін жоқ дейді. Түсінді ме? Ал мінде Алла Тағала қул хуаллаху ахад, мен сипатымда жалғызбын. Менің қасымда сипатыма серіктесетін басқа нәрселер жоқ дейді. Түсінді ме? Иә. Уахид жазып қойдыңыздар ғой, иә? Түсініп алыңыздар, ахад деген Алланың сипатында жалғыз екендігін дәлелдейді. Уахид деген Алланың затында жалғыз екендігін дәлелдейді. Бұл Ықылас сүресі, мынау басқа аят, 2 аят келеді. Енді Алла Тағала мысалға бір адамдар бар мысалға, иә? Аллаға затында серік қосады. Дұрыс па? Мысалға Аллаға сыйынып тұрып, Алламен қоса басқа нәрсеге сыйынады. Мысалға бар ғой, иә? Немесе біреулер Буддада жүргендер бар. Қазіргі уақытта Кришнаны ұстанатындар бар. Біздің Атырауда мысалға. Олар мысалы Буддаға, Кришна дейді ғой. Ол мысалға өздерінің пұттарына табынады. Мысалы өздері құдайлар, енді ол Аллаға сенбейді, құдайға сенеді. Мысалы кейбір адамдар мысалы Алланың затында екінші тағы құдай бар деп сенетін болса, соған құлшылық ететін болса, сол үшін құрбандық шалып, соған құлшылық қылып, содан жәрдем тілейтін болса, ол не болады? Алланың қасында екінші бір нәрсені құдай жасап алу. Түсінді ме? Алланың затында не? Серік қосуға болмайды. Енді Алла Тағала сипатында жалғыз дегенді қалай түсінеміз? Мысалға Ықылас сүресінде Ықылас сүресі қалай түсті дейтін болсақ, бір топ адам келіп не деп айтты? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға: "Я Мұхаммад сиф роббак", саллаллаху алейхи уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, Раббыңды сипаттап берші дейді бізге. Қандай Раббың сипаттап бер? Сонда осы Ықылас сүресі түскендігін айтады. Стаиз билла, қул, сен оларға айт дейді Алла Тағала. Хуаллаху, ол Алла
ахад, жалғыз. Сипатында деп, не үшін сипатында айтып тұр? Өйткені аяттың ары қарай жалғасын қара. Аллаху самад. Алла еш нәрсеге мұқтаж емес. Ләм ялиді уа ләм юлад. Алла тумады да, туылмады. Мысалға, менің бойымның ұзын болуы, бойымның қысқа болуы, менің затым ба, сипатым ба ол? Сипат. Немесе менің арық болуым, немесе семіз болуым, ол сипат. Менің қолымның мынандай ұзын болуы, қысқа болмауы сипат. Түрімнің, келбетімнің осындай болуы, пішінімнің, ол да сипат. Барлығы сипатқа кіреді, түсінікті ме? Енді менің баланы емдену, мен балам болса, ол сипатқа жата ма? Сипат. Мен баламның болуы, балам болмауы, бұның барлығы сипатқа жатады. Түсінікті ме? Міне, бұл жерде Алланың сипатын әңгімелеп жатыр. Алла тумады да, туылмады дейді. Және уәләм якуллаху куфуан ахад, Аллаға тең келетін еш нәрсе жоқ дейді. Өйткені ана кісілер не деп айтты? Алланы сипаттап берші деп айтты ғой. Түсінікті ме? Сипаттап берші деп айтты. Сонда пайғамбарымыз осыны айтқан. Сондықтан Алла сипатында жалғыз дегендегісі, яғни адамда бар нәрсені Аллада бар деп айтуға болмайды. Мысалға, мен балам болса, Аллада да баласы бар деп айтуға болмайды. Мысалға, Алла туды деген сияқты нәрселер, немесе баласы бар деген нәрселер, Алланың беті бар, қолы бар деген нәрселерді айтуға болмайды. Оның бәрі сипат қой. Түсінікті ме? Оның барлығы сипат. Егер Алланың қолы бар десең, мысалы, менде де қол бар, Аллада да өзіне жараса қол бар деп айтатын болсаң, онда Алланың сипатын онда өзіңмен серік қосып қоясың. Мысалы, менде қол бар ма? Аллада да өзіне жараса қол бар деп, Аллаға сипатында серік қосасың, ширк жасайсың, былайша айтқанда. Өйткені Алла Тағала Құран кәрімде не деп айтты? Аятта: Субханаллахи амма юшрикун. Кім Алланың затында тағы құдай бар, екі құдай, үш құдай бар деп айтатын болса, Алланың затына сипат қосқандардан Алла пәк дейді. Субханаллахи амма ясифун. Енді кімде-кім Алланың сипатында серік қосқан болса, мысалы, менің қолым бар, Аллада да солай қол бар дейтін болсаң, серік қосып тұрсың бұл сипатында. Онда субханаллахи амма ясифун. Аллаға кім сипатында серік қосқан болса, ол да не болады? Алла одан да пәк дейді. Енді қазір енді тақырып, Алла, имам Тахауи айтты ғой, енді Алла жалғыз деп айтты. Соң тоқталып жатырмыз. Енді біреулер не деп айтты? Әлемде мысалға екі құдайға, көп құдайшылыққа сенем деп айтатын адамдар болады. Мысалға, дұрыс па? Алланың мысалы затында серік қосады, тағы құдайлар бар деп сенетіндер болады. Қара, ғалымдарымыз мынандай нәрсені келтіреді. Дәлилу тәмәнуи дейді. Сондай бір тақырып бар ақидада, мысалға. Мысал мынандай бар. Егер дейді, әлемде екі құдай болатын болса дейді, мысал келтіреді, мысалға, біреулер мысалы екі құдай болатын болса, соған қалай мысалы сен дәлелдеп бере аласың, мысалы, дұрыс па? Ақыли тұрғыда. Мысалы, Құран сүннетті мойындамайтын болады, оларға ақыли тұрғыда дәлел жауап беру керек болады. Мысалы, ол айтады, мысалы, саған келеді, мен мысалға жалғыз құдайды мойындамаймын дейді. Әлемде екі құдай болу керек, немесе көп құдай болу керек дейді. Мен соны мойындаймын дейді. Сен Құран сүннетпен дәлел келтірсең, ол айтады, қабылдамаймын дейді. Бірден келісіп алайық. Енді оған қалай жауап беру керек, қандай дәлел керек? Ақыли тұрғыда дәлел керек. Оған сен қалай келтіресің? Енді сен айтасың, егер әлемде екі құдай мысалға болатын болса, ол екі құдай бір-біріне келіспей қалатын болса, қалай мысалға? Екі құдай болса, ол келіспеу мүмкін ғой, дұрыс па? Ол қалай? Мысалға, бір құдай былай деп айтады: мен біреуді жаратам дейді, бір баланы дүниеге алып келем дейді. Екінші құдай айтады, не деп айтады? Жоқ, сенің қалағаныңды мен қаламаймын, мен жаратпаймын. Мен соны өлтіргім келіп тұр дейді, мысалға. Өлтіруді қалаймын дейді. Бұл жерде не шықты? Екі құдайдың қалауы бір-біріне қарама-қайшы болып шықты. Енді солай болатын болса, ақыли тұрғыда бұл нәрсе дұрыс емес. Мысалға қара. Біреу не деп айтты? Дүниеге бала келтірем деп. Біреу айтты, жоқ,
өлтірем деп айтты. Енді қара, бұл ақыли тұрғыда дұрыс емес. Мысалға, бір нәрсенің бір уақытта бірдей істелу мүмкін бе? Мысал қара. Мысалға, бала дүниеге келіп жатса, мысалы, ананың жатырың, бала дүниеге келіп жатыр. Бала дүниеге келіп жатып, өліп жатырған баланы көрдің бе? Мысалы, бала дүниеге келіп жатса, шыр етіп, өліп жатыр десек бола ма? Жоқ. Не ол бала дүниеге келу керек, содан кейін өлу керек ол. Түсінікті ме? Ал енді бір нәрсенің бір деген кезде өліп жатыр, тіріліп жатыр болмайды ғой. Мысалға, мен қазір тұрып тұрсам, мысалы, тұрып отырып болмайды ғой бір нәрсе, дұрыс па? Не адам баласы уағалейкум, не тұру керек, немесе отыру керек. Тұрып жатыр дейтін болмайды. Ақыли қайшы ол. Сондықтан біз не деп айтамыз соларға? Мысалға, ақыли тұрғыда ол нәрсе дұрыс емес. Сондықтан екі құдай болатын болса, екі бір-бірімен қалаулары келіспей қалатын болса, қарама-қайшылыққа түсетін болса, онда ақыли тұрғыда сенің дәлелің дұрыс емес деп айтамыз. Түсінікті ме? А егер екі құдай келісетін болса, мысалы, біреу айтса, жақсы, біреу айтты, мен мысалға, аспанды мен алам, жерді мен алам деді да, мысалға. Иә, бөліп алып былайша айтқанда. Аспанмен айналысатын құдай, мысалға, жерге араласпайды, жердегі аспанға араласпайды, бөліп алды. Олай бол, келісіп алатын болса, қалай болады десе, бұл жерде де ақыли тұрғыда дұрыс емес ол. Өйткені құдай болу үшін ол кемел бола ма, әлде кемшілік бола ма? Ол, яғни, былайша айтқанда, құдайдың сипаттары, мысалға, кемел толыққанды бола ма? Құдай деген нәрсе, мысалы, құдайдың құдіреті толыққанды бола ма, әлде кемшілігі бола ма құдайдың құдіретінде? Толыққанды болады, дұрыс па? Ал кемшілік болатын болса, онда ол әлсіз деген шығады. Әлсіз нәрсе құдай болмайды ол. Құдай болу үшін оның сипаттары кәмәлдей кемел болу керек, нақыс кемшілік болмау керек ол нәрседе. Енді қара, жаңағы екі құдайға сенетін адам, егер ол жерді алған болса, мынаны алмаған болса, ода не бар? Уже мынаған не істемейді? Араласпау арқылы бұдан не пайда бар? Бұның қалауы бұл жерде орындалмай жатыр, және құдіреті орындалмай жатыр, жаратпай жатыр, орындалмай жатыр. Нақыс дегеніміз не десе, толықтыруды қажет етеді деген мағына. Түсінікті ме? Құдай болу үшін бүкіл нәрсені өзінің несіне алу керек, өзінің жауапкершілігіне панасын алу керек. Ол қалау керек, қалағаннан кейін ол не істеу керек? Жарату керек. Толыққанды құдірет жету керек, толыққанды қалау керек ол. Бөліп алу дейтін нәрсе болмайды ол. Өйткені біреуінде толық болады, біреуінде кемшілік болады. Болмайды ол. Түсінікті ме? Бұл жерде біз не деп айтамыз? Бұл жерде де ақыли тұрғыда дұрыс емес деп айтамыз. Уақытымыз